Сіз сонда Құдаймен тілдесесіз ба? Қайрат Нұртастан кеткеннен кейін ақша жеді, жымқырды деген сөздер болған екен. Енді бұл қызық нәрсе. Заңғар мен жібекті сіз екен ғой ажырастырып жүрген дейді ма, Қайрат пен Жұлдызды ажырастырып жүрген сіз екен дейді ма. Сол туралы ешкім айтпайды негізі ашықтан ашық. Қызық шығар бәріңізге мысалы. Ашық айта аласыз ба? Ашық айтам, Қайрат әлі күнге дейін маған жазып тұрады. Мен кек ұстайтын адам емеспін. Сіз Жібек ханыммен қазір де байланысып тұрасыз ғой, иә? Мен көрдім ғой оны. Мен егер көрмесем екен, деп соның өтірігіне сеніп отыратын едім. Мен көрдім ғой. Кестіңдер, вообще не надо. Ренжимнан шығаратын болсаңыздар. Бүгін бізде қонақта энерготерапевт, 10 жылға жуық уақыт мега жұлдыз Қайрат Нұртастың директоры болған Мира Келімбетова. Қош келдіңіз, Мира ханым. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Жалпы Мира ханым, сіз шешім қабылдар уақытта кімге болмаса не нәрсеге сүйенесіз? Өзіме. Кейде әрине тез шешім шығарып қоятын кездерім бар. Бірақ енді соңғы уақытта көбінесе ой елегімнен өткізіп барып шешім шығарам. Өйткені енді 25 жасар қыз емеспін ғой, 40-қа келген адаммын ғой, кішкене сана сезімді оятып, дұрыс ойлайтын жасқа кеп қалдым ғой деп ойлаймын. Мудрость дейді ғой. Сол. Сұхбатқа шақыратын кезде ұзақ ойланыпсыз. Оның себебі неде болды? Енді шын айтайын, осы сұхбат беруге былай айтқанда достойныймын ба деген нәрсе болды. Қазақтың керемет сөзі бар ғой енді. Көңіл көңілден су ішеді дейді. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Сосын бір айтарымыз бар шығар деп келдік енді. Тыңдайтын құлақ болса, көретін көз болса әрине. Сұхбатқа дайындаларда сіздің әлеуметтік желідегі бүкіл жазбаңызды оқып шықтық 2015 жылдан бергі. Басынан бастайықшы. Балалық шағыңыз бақытты өтті деп айтуға келе ме? Ол әр адамның жасына байланысты. 25 жасында сұрасаңыз, мен басқа нәрсе айтамын. Мысалы, ол кезде енді басқаша ойладым ғой енді. Қазір совсем басқаша ойлаймын. Сол үшін оған қазір жауап беретін болсам, бақытты болдым, иә. Мен енді кішкентай кезімнен өзім, мен енді әке-шешем куә, енді әкем енді ерте қайтып кетті ғой. Шешем куә, бауырларым куә. Мен өзім кішкентай кезімнен ізденімпаздығым. Кішкентай кезімнен білгім келеді, көргім келеді, былай орысша айтқанда любопытная Варвара болатын. Бәрін бүйтіп көргім келеді, білгім келеді, ізденем, оқимын, сондай адам болдым да. Сол үшін мынау ағылшын тілінің мұғалімі бола тұра, ешқашан мұрныма шоу-бизнестің иісі келмейді, бірақ иісі бармаған мен Қайрат Нұртастың директоры болып шыға келдім, например. Мен зерттедім, іздендім, бұл не, бұл қалай, менің әншім, менің әртісім номер бірінші болу үшін, мынау эстраданың ең биік шыңына шығу үшін не істеуім керекпін деген сияқты мен іздендім. Соның арқасында өзімнің мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Ұзақ уақыт бірге жұмыс істеген адамдар екі жаққа кетсе, бұл екеуінің арасында бір реніш болды, конфликт болды дейді. Сіздің артыңыздан да Қайрат Нұртастан кеткеннен кейін ақша жеді, жымқырды деген сөздер болған екен. Сондай болып па? Шын айтайын, естімеген. 16 жыл Құдайдың алдында да, өзімнің алдымда да мен адал қызмет жасадым, мен оны уверенно айта аламын. Сіздің тараптан онда енді ешқандай іс-әрекет болған жоқ. Сол жақтан сұраңыз, жек кетсем басқа қылсам айтар. Қайрат Нұртас үшін не істей алдыңыз, не істей алмадым деп осы күндері анализ жасап қарайсыз ба? Қайратқа жасай алған нәрсемнің барлығын жасай алдым деп ойлаймын. Концерттер, костюмдер, әндер, поддержкамды да бердім деп ойлаймын. Барлығын жасап кеткен сияқты, ол үшін. Сол үшін де, возможно, маған қызық болмай қалған шығар кейін. Болады ғой, адам бір нәрсе мақсат қылып қояды да. Сол мақсатына жеткеннен кейін болды, уже ана нәрсе қызық емес, басқа бір нәрсе іздеп тұрасың ғой. Мен сөйтіп ойлаймын. Ойбай, мен сұмдықпын, мен әлі де жасайтын ем, мен бүйтетін ем, жыртатын ем, өйтетін ем деп өзіме көп болмай қояйын. Мен өзімнің шамам келгенше Қайрат үшін барлық қолымнан келген нәрсем барлығын жасадым деп ойлаймын, болды. Жұмысты тоқтату сіздің тарапыңыздан шешім болды ма? Менің тарапымнан. Сіздерде контракт болды ма? Осынша жылға дейін деген сияқты уақытынан бұрын болды ма? Жоқ. Бізде таза қазақи бауырмалдық, туысқандық қарым-қатынас болды.
Қалай қабылдады ол кісілер? Нормально қабылдады. Ақылға келетін жастамыз ғой бәріміз де. Күшті қазір сөз бар ғой, біздің бір-біріміз үшін миссиямыз бітті деген. Сондай ғой енді, былай қарап отырсаң. Ол кісілерге шын жүрегіммен рахметімді айтамын. Қайратқа да, Гүлекеңе де, Нұрекеңе де, бәріне. Менің өмірімде болғандар үшін, менің бір өмірімнің жаңа деңгейге шығу үшін сол ортада, сол отбасында, шоу-бизнеста, сол салада жүргеніме мен рахмет айтамын. Ол кісілер сізге рахмет айтты ма? Есімде жоқ. Бірақ Қайрат рахмет айтты, иә. Қайрат әлі күнге дейін маған жазып тұрады. Қалың қалай, бәрі дұрыс па сенде деп. Білмеймін жұрт не ойлайтын. Мен енді оны Қайрат маған әрбір директіме или маған жазып, маған хабарласқан сайын мен жұртқа шығып, ойбай, Қайрат маған жазып, мен жағдайым сұрады деп айтып тұрмаймын ғой. Біз енді как бауыр сияқты болып кеткен адамдарымыз ғой. Мен оның жанында жүрмесем де, мен ол үшін всегда тілекшімін. Всегда оның жақсы болған, мынау шыңнан түспегенін мен тілейтін адаммын. Мен тілекшісімін оның. Шын жанашыр. Әпкесі ретінде, дос ретінде, замандас ретінде, бірге жұмыс жасаған адам ретінде. Ол да маған сондай тілекші. Мен ешқандай нәрсе көрмеймін, бірақ жұрт әйтеуір ойлап тауып, ойбай, әйтеуір неше түрін айтады. Маған бір рет бір жазып жүрген, әйтеуір сіз Заңғар мен Жібекті сіз екен ғой ажырастырып жүрген дейді ма, Құдай бір нәрселерді айтады, одан жаңағы Қайрат пен Жұлдызды ажырастырып жүрген сіз екен дей ма, Құдай, мен Құдайым ба, біреумен біреуді ажырастыратын, құрсын. Сіз Жібек ханыммен қазір де байланысып тұрасыз ғой, иә? Оған қалай қарайды? Ол кісі мені, Жібек, мені как әпкесі ретінде сыйлайды, құрметтейді. Мен де оны сыйлаймын, құрметтеймін. Сыйлағаның құлы бол. Сені әпкелеп тұрса, саған жақсы сөз сөйлеп тұрса, сен оның ешқандай жамандығын көрмесең, мен не жұмысым бар? Мен Заңғарға да дәл солай қараймын, Заңғарды да жақсы көремін. Мен оның ешқандай жамандығын көрген жоқпын. Ол да әпкелеп тұрады. Білмеймін, өмірге жеңіл қарау керек қой. Адамдар өзі қиындатып жібереді, бар ғой. Анау бүйткенде, мынау сөйткенде, біреумен ажырасса, бет көріспей, жаңағы жыртысып, ұрсып, қырылып. Мен деген 15 жыл бұрын ажырасып кеткен күйеуіммен күшті араласатын адаммын. 15 жыл бұрын ажырасып кетсек те ата енеммен күшті араласатын адаммын мен деген былайынша. Біз бір общий чатта отырамыз, ажырасып кеткен күйеуіммен 15 жыл болса да. Балаларымыздың ортақ қой енді, соның тегі ғой, соның қаны ғой. Бірге шешіп отырамыз балалардың мәселесін, мысалы. Енді соның өзі мен туралы біраз информация беретін шығар деп ойлаймын халыққа. Менің қандай кім екенім. Мен кек ұстайтын адам емеспін. Қайрат Нұртастан кеткеннен кейін сізде депрессия болды ма? Мен басқа нәрсеге депрессия болғам. Вообще Қайратқа қатысы жоқ. Менің өзімнің жеке өмірімде бір ситуация болды. Жеке өмірімде бір ситуация болды, оны мен айта алмаймын, айтқым да келмейді, себебі оның қатысы жоқ, ол менің жеке өмірім. Қазір сол ситуацияға рахмет айтамын, мені оятқанда сол ситуация. Сол адамдарға да рахмет, сол ситуацияны жасаған. Сол моментте өзім өмірімде сондай жағдай болып жатқаннан кейін мен Қайратпен жұмысты тоқтатамын деп өзім шешім шығардым да өзім кеттім. Ол жерге еш нәрсе, ақша, мақша, басқа бір бәле еш нәрсенің қатысы жоқ. Ол тек қана менің өзімнің жеке өміріме байланысты. Өзімді танығым келді, өзіммен айналысқым келді. Бұл нәрсе менімен бостан босқа болған жоқ деген мен өзіме сұрақ қойдым. Маған Құдай бір нәрсені түсіндіргісі келіп тұр. Құдай маған бір нәрсені үйреткісі келіп тұр. Мен соны түсінуім керек, мен соны ізденуім керек, мен соны білуім керек деген өзім шешім шығарып, өзім таңдау жасап, солай жасалған нәрсе. Сол үшін ол адамдар жан-жақтан фантазияларын тоқтата салсын. Ешкімнің де, еш нәрсенде кінәсі жоқ бұл жерде. Мен өзім солай шешім шығардым болды. Менің қазір ойымда, мақсатымда совсем басқа жақта жүр. Ол шоу-бизнесқа вообще мүлдем қатысы жоқ менің қазіргі жасап жатқан дүнием. Қазірген жасап жатқан әлемімде мен ерекше балдардан бастадым ғой негізінде. Ерекше балдарды емдеп та өзімнің
2 ұлым бар, Құдайға шүкір, Құдай берген. Сол 2 ұлымда туылған кезінде үлкен ұлым бір көзі 90% көрмейді. Солай болды енді. Екінші ұлым жүрегінде тесігі бар, порок сердце болып туылған. Негізінде өзімнің ең бірінші өзімнің ниетім, сол өзімнің балдарымды емдеп шығарсам деген мақсатпен келдім ғой енді басында да. Бірінші алдамау керек, жұрт үшін, халық үшін деп өтірік соғып отыруға да болады мына жерде да. Ойбай, жұрттың балаларын ойлап келдім деп, зачем? Өзімнің балаларымның сол ауру үшін келгенмін негізінде. Мына осындай ерекше балалар неге көбейіп кетті, аутизм, ЗПР, ЗРР неге қазір өте көп, неге күннен күнге көбейіп жатыр деген сияқты, соның бәрін бүйтіп түбіне, өзім айттым ғой кішкентай кезімнен сондаймын деп ізденіп бүйтіп та. Содан кейін сол әйтеуір сондай балаларға көмегім тиіп жатса, ата-аналарының кішкене де болса бір қиыншылығының кетуіне себепші болсам деген мақсатпен келдім. Энерготерапия тағы кімдерге көмектеседі? Барлығына. Себебі энергия деген бұл Құдайдың құдіреті да. Адамзатқа берген Құдайдың құдіреті. Энергия арқылы кез келген адамның любой ситуацияны, любой ауруды емдеп шығаруға болады. Әрбір адам өзін өзі емдеп шыға алады. Любой аурудан. Ол Құдай адамды жаратқан кезде адамдарға сондай қасиет беріп қойған. Мен ең бірінші осы ілімге келіп санамды оятып, мынау үшінші көз дейді ғой енді. Соны оятқан кездегі мен ең бірінші сұрағым, өзім кішкентай бала кезден соны ойлайтын едім. Енді әжем айтады ғой, Құдай деп, мен ең бірінші менің ұстазым негізі әжем. Өзім нағашы әжем да, иманды болсын, Гүлжахан деген. Сол Құдай туралы айтады. Сонда өзім баламын ғой, кішкентаймын. Соны ойлайтын жатып алып, Құдай сен қандайсың? Құдай сен бізді қалай естисің? Құдай сен бізге қалай жауап бересің деп. Баламын ғой енді. Сол қызық болды да. Сол осы ілімге келген кездегі ең алғашқы менің сұрағым, Құдай, құдіретті Құдай, Аллах тағала, сен бізге 8 миллиард адамға сен бізді вообще қалай естисің? Қалай жауап бересің бізге? Деген сұрақ болды. Ең менің бірінші сұрағым, мен соны білгім келді. Бізге де қызық болып отыр. Құдай қалай естіп, қалай жауап береді екен. Қазір енді соңғы кезде мына исламизация отыр, Алла деп ұрып жатыр ғой, бірақ енді Алла сізді қалай естиді? Сол туралы ешкім айтпайды негізі, ашықтан ашық. Ашық айта аласыз ба? Ашық айтам, мен оны бұған дейін де айтып тастағанмын, оны ешкім тыңдап жатқан жоқ қой мені. Жоқ, рас қой. Осы ілімге келген кезде, мына квантовая физика ғой, былай научный тілмен айтатын болсаң да, санамды высший разум дейді. Оятқаннан кейінгі менің ең бірінші өзімнің запросым сол болды. Себебі мен әрі қарай менің алдыма келген адамдар егер де маған сол сұрақты қоятын болса, Құдай деген кім деген кезде мен соған жауап беруім керек болды. Сол үшін де мен бірінші өзім біліп алуым керек. Өзің білмейтін дүниені сен кімге не деп айтып тұрасың барып. Сосын менің өзім табиғатымда жоқ, өтірік бір нәрсе қуып біреуден естіп алғанды айтып отыратын. Мен оны зерттеп, өзім көзім жетпейінше мен еш нәрсені ешкімге айтпаймын. Сонымен айттым енді Құдайға, солай ниет қойдым. Аллах тағала маған көрсетші, қалай үлгересің, қалай сен бізді естисің деп. Сонымен алдымда жер планетасы болды. 8 миллиард адам, әрбір адам свет болып жанып тұрды, ол энергия. Сонда әрбір адам ол энергия екен. Адам өлген кезде жаңағы жан шығып кетеді дейді ғой. Энергия бітеді, бітті, тело қалады, денесі да. 8 миллиард адамды көрдім, барлығы свет болып жанып тұр. И представляете, әрбір адам бір нәрсеге ниет қояды ғой. Мысалы да, даже өмір сүруге сен ниет қоясың ғой. Бір адамға жақсылық істеу үшін ниет қоясың, бір адамға бір жамандық істеу үшін ниет қоясың, әркім ниет әртүрлі ғой. Представляете, сіз неге ниет қоясыз? Сол ана запуск энергия болады екен Құдайға. Ол энергия запуск болады, ниетіңіз кетті, оны күтудің қажеті жоқ, жылдап, айлап деген сияқты, бітті, Құдайға кетті, ол обратно келді ол жауабыңыз. Сіз неге ниет қойдыңыз, соны аласыз, болды, ол сіздің таңдауыңыз. Құдай араласпайды. Құдай ешкімді жазаламайды, ешкімді марапаттамайды.
адам өз-өзін жазалайды, өз-өзін марапаттайды. Сіз біреуге жақсылық жасадыңыз ба, ол сізге қайтып келеді. Бумеранг деген осы, карма деген осы. Ал егер сіз біреуге жамандық жасадыңыз ба, ол өзіңізге қайтып келеді. Человек сам себя наказывает и сам себя награждает деген осы. Демек, жұмақ пен тозақ деген бар ма? Енді қазірше бұл нәрсені мен тозақ, жұмақ, тем более қазір мына қарасаңыз әлеуметтік желіде ана әлем, бір нәрсе деген әлем, 7-ші әлем, 18-ші әлем деген әңгімелер өте көбейіп кетті. Мен осы жерде бір тоқ етерін қойғым келеді соны. Зачем саған анау 7-ші әлем, басқа әлем, тозақ, жұмақ, зачем саған? Сен осы мына Құдайдың берген өмірің дұрыстап сүре алсай. Зачем саған тозақ, жұмақ, или 7-ші әлем, или тағы басқа әлем? Зачем саған? Өткенде мен бір өзім танысым бар да, сонымен осы жерде бір кішкене келеңіз, екеуміз бүйтіп тіресіп қалдық енді. Қалай бар солай айтайын. Мен негізі вообще дінді қозғағым келмейді, себебі дін ол таңдау. Любой дін ол таңдау. Ол әрбір адамның таңдауы. Біз ешкімнің таңдауын тартып аламаймыз, даже Құдай біздің таңдауымызды тартып аламайды. Сол бір танысым бейітті отырып әңгіме барысында. Семьясы бар, бала шағасы бар. 5 уақыт намазда дінде жүрген жігіт қой енді. Соны айтады да, мен ертең жұмаққа барған кезімде маған хор қыздарын дайындап қояды. Пәк қыздар дайындап қояды. Шараптар болады. Ағыл шарап деген ағылып жатады. Дейді да. Қазіргі мына өмірдегі өміріне қараса, о Құдай, әйеліне бір гүл бермейді. Бала шағасының жаңағы түк жағдайы жасалмаған. Бейшара болып әр жерде жүр квартирада, даже 150 мың теңгенің квартирасын, ақшасын төлей алмай жүр жаңа жігіт та. Он захотел жұмақта барып хор қызымен шарап ішуді. Нервің ауыра ма? Сен деген осы өмірдегі әйеліңе рахат өмір берсей, сен жәннатты соған берсей, ол сені аманатың ғой. Сен гүл ал, сол әйелді бақытты қыл, бала шағаңның қалағанын алып бер, әйеліңнің қалағанын алып бер, құрметте махаббатыңды төк, мейіріміңді төк, міне саған жәннат. Зачем саған ана дүние? Бұл деген жаңағы надандық қой, былай қарап отырсаң. Қазақтың керемет сөзі бар ғой негізінде. Өлімнен басқаның бәріне асық дейді. Адам өмір сүруге асығу керек. Өлімге асығудың қажеті жоқ, өлім ақиқат, өлім хақ, бәріміз кетеміз, ешкім қалмайды. Қазір қарап отырсаңыз, жұрттың бәрі өлімге асығып өліп жүр ғой. Хор қыздарын ойлап, қойып. Сол үшін өмір сүруге асығу керек. Жақсы өмір сүруге, әдемі өмір сүруге, жақсылық жасауға, адамдарды жақсы көруге, соған асығу керек адам. Рухани байлыққа келіп, осознанность дегеннің түбі не вообще? Осознанность деген, духовность деген не деп іздендім мен. Шын айтайын, менде бірден тула салып бүйтіп дана ақылды болып кеткен жоқ. Менде ойлағам, духовность деген намаз оқу шығар деп ойлағам. Ана Меккеге барған адам деген духовный болып, сұмдық болып кетеді шығар деп ойлағам мен. Шын айтайын, сондай ойда болғам. Сөйтіп ізденіп Меккеге де бардым, намазда оқыдым, дінде де болдым. Қызық еді. Сөйтіп, бірақ ешқандай жанымның тыныштығы жоқ та. Ең керемет адам үшін сезім ол жанның тыныштығы ғой, дұрыс па? Ең бақытты адам ол жаны тыныш адам ғой негізінде. Сен еш нәрсені уайымдамасаң, намазды оқып жатырмын, Меккеге де барып жатырмын, басқа да вроде бы балаларым қасымда. Содан ешқандай нем жоқ та. Жанның тыныштығы бермейді, содан ізденем ғой. Неге менің жаным тыныш емес? Неге? Деп. Сөйтсем, мына духовность, осознанность деген нәрсе, бұл мысалы мен қазір мына суды ішіп отырмын ба? Неге? Адамдарға түсінікті болсын деймін да. Мына суды ішіп отырмын ба? Мен рахаттанып ішемін да, мынаны құрметтеп бағалап ішемін мына суды. Мен ұйқымнан оянам ба, мен қуанып, мені Құдай оятқан үшін қуанам, бағалаймын соны. Мен етсіз макарон жеймін ба, құр қара нанмен шай ішемін ба, мен соны бағалап, соны рахаттанып, соны жақсы көріп, ішем, жеймін.
Мен көшеге шығам ба, мен алдымнан шыққан любой адамды қуанып күліп жүрем. Күліп тұрам. Амандаспаса да амандасам. Өзім амандасам. Аспанға қараймын, ауаны жұтқанда рахаттанып жұтам. Білесіз ба не үшін? Себебі мүмкін мен последний раз ішіп отқан шығарым деймін да мына суды. Мүмкін мен последний раз алдымнан шыққан адамдарды көріп отқан шығармын да. Мүмкін мен последний раз мына әдемі аспанды қарап тұрған шығармын. Мүмкін мен последний раз ауа жұтып тұрған шығармын деп ойлаймын да. Осознанность деген осы екен ғой. Бүгін мен өмір сүру здесь и сейчас. Өткен шақта адам ойламайды, болды, өтті, кетті. Әрбір сенің өміріңде кездескен адамдар саған ұстаздар ғой былай қарасаң. Әрбір өміріңде кездескен адам, әрбір сенің өміріңде сенің естіген сөздеріңнің барлығы сені бір нәрсеге үйрету үшін келді. Саған қатысы жоқ адамдар сенің өміріңе келмейді. Сенің естімеуің керек сөзді адамдар саған айтпайды, сен естуің керек сөзді ғана айтады адамдар. Оның бәрі сенің өсуің үшін беріліп жатқан нәрсе, оның бәрі сенің опытың үшін беріліп жатқан нәрсе. Сол үшін болашақта да ойламайсың. Қақтан білесің, сен болашақта барсың ба, жоқсың ба? Сен таңертең оянатыныңа гарантия бермейсің ғой, былай қарап отырсаң, дұрыс па? Кім айта алады, уверенно? Мен таңертең оянам, бар, любой құдайыңа айт деп кім айта алады? Ешкім айта алмайды. Духы да, рухы да жетпейді оны айтуға. Бүгін мен барыңды бағалап, солай өмір сүру керек. Осознанность, духовность, рухани байлық деген осы. Ерекше балалар неге көбейіп жатыр? Аутизм, ЗПР, ЗРР неге көбейіп жатыр? Күннен күнге көбейіп жатыр. Себебі адамдар осознанностьқа келмей жатыр. Адамдар барын бағаламай жатыр. Ал қай кезде адам барын бағалайды? Балаңа ауру берген кезде бағалап бастайсың сен. Сұрақ қойып бастайсың. Дұрыс па? Сау балаңның қадірін ауру балаңды көрген кезде білесің. Мінекей сол үшін де көбейіп жатыр бұл балалар. Сол балалардың ата-аналарына айтқым келеді, тезірек мынау осознанностьқа тезірек келу керек адамдар. Сол кезде бұл әлем керемет болады. Жалпы осы ізденіс барысындағы өлім туралы айттық қой. Адамның дүниеге келуі туралы бір қызықты ақпарат таба алдыңыз ба? Енді бұл қызық нәрсе. Менің санамның оянып, менің алған білімдерімнің барлығын қазір бейтіп алып, ашып тастап, адамзатқа айтатын болсам, адамзаттың миы ашып кетеді. Сол үшін оны қажет емес деп ойлаймын. Бірақтан да мен Құдайға адамның пайда болуы, әлемнің пайда болуы туралы көрсетуін сұрағанмын, көрсетті, білем. Сіз сонда Құдаймен тілдесесіз ба? Любой адам тілдесе алады, иә. Құдай сізге қалай жауап береді? Картинкамен. Көз алдыңызға елестеді ма? Иә. Иә. Высший разумды оятасың ғой. Ішсем, жесем, ұйықтасам деп жүрген адамдар, олардың санасының мөлшері мынандай болады. Ол тек сол ішсе, жесе, ұйықтаса болды оған. Ол солай келеді, ол солай кетеді болды. Оған ренжудің қажет жоқ, ол оның таңдауы. Ал егер де сен ізденіп, неге бұлай? Неге олай? Неге бұлай болып жатыр? Неге олай болып жатыр? Деген сияқты сенің өміріңде болып жатқан нәрсеге өзің іздену арқылы, білім алу арқылы, жан жақтан тек қана бір Қазақстанның аумағында емес, барлық жақта не бір ғұламалар бар ғой әлемде, не бір санасы оянған адамдар бар ғой әлемде. Мысалы, иә, Илон Маскты алыңызшы мысалы. Не деген санасының мөлшерін ойлаңыз, сіз оған жер планетасы қызық болып жүрген жоқ, ол деген Марсты зерттеп, Марстан планета ашайын деп жатыр. Біз сияқты адам ғой, екі көзі бар, бір мұрны бар, екі құлағы бар, екі қолы, екі аяғы бар, ол бір миы бар. Ода екі ми жоқ, екі бас жоқ ода. Бәрі біз сияқты. Просто өзінің санасын ұлғайтқан адам. Соны айтайын деген, адам санасын ұлғайтқан сайын Құдайдың мүмкіншілігі де, Құдайдың құдіреті де кеңейе береді. Сен Құдайдың құдіретін, кереметін көре бересің. Және оның шегі жоқ. Мен осы әлемге келген кезде 2 жыл мына әлемнен түсіп қалдым ғой вообще. Ақымақ басым шегіне жетем деп ойладым ғой. Жеткен жоқпын, жетпеймін да. Жаңа айтып жатырсыз ғой, көз алдыңа картина келеді деп. Мысалы біз бір шешім қабылдарда өзімізге сұрақ қоюымыз мүмкін ғой.
дұрыс па сұрақ бұрыс па қойыңыз. деген Иә, сияқты. иә. Сол Құдайдың жауабын интуициямен шатастыруымыз мүмкін ба? Интуиция деген ол мысалы сіз өзіңіз интуиция арқылы, мысалы сіз жаңағы подсказка бере аласыз да, например, да. Мысалы бір жерге баратын кезде аяғың тартпай тұрады ғой, интуицияң айтып тұр да саған, қой бармай ақ қой деген сияқты. Сол кезде сіз құлақ ассаңыз болады. Ана Маугли деген кино бар, ол негізі өмірден алынған. Мультигі да бар, оның киносы да бар. Сол жерде мықты подсказка бар адамзатқа негізінде. Сол Маугли деген баланы, анау айлық бала ғой, әке шешесі джунглиде өліп қалады да, ана бала джунглиде өседі. Сол киноны көрсеңіз, ана бала я қасқардан қорқып тұрған жоқ, я аюдан қорқып тұрған жоқ, я жаңа пантерадан қорқып тұрған жоқ, күліп. Және біздің қазақта айтады ғой, ана 6 айлық бала ма, 5 айлық бала ма, ана бір уысымен қысып тұрып жыланды өлтіре алады дейді. Айлық бала. Ойлаңызшы, Құдай адамды қандай тылсым күшпен жаратады да. Мына біздің қазақта айтады, ана бала еңбегі қатқанша, ана еңбегін байқа дейді бізде. Мына еңбек деген, сол мына ашық деген порталда Құдаймен тікелей байланыста болып, сен уже туыласың. Рухың ояу болып, ешкімнен, ештеңеден қорықпай, мына әлемді жақсы көріп, бәрін познавать етіп, барлығын білу үшін келесің сен. Любой адам солай жаратылады. Кейін өскен ортаң бар, жаңағы келген отбасың бар, таңдап алған өзіңнің да, естігенің бар, көргенің бар, алған тәрбиең бар, класстастарың бар, достарың бар деген сияқты. Солай әр нәрсені естіп аласың, көріп аласың да, сосын адам қорқып, сөйтеді да жаңағы өзінің изначально Құдай жаратқандағы өзінің қасиетін ұмытып қалады адамдар. Рухы ояу адам ешқашан ештеңеден, ешкімнен қорықпайды. Себебі ол Құдаймен тікелей байланыста болады, Құдайға деген сенімі өте мықты болады. Егер сіз қорқып жүрсеңіз, әр нәрседен, әркімнен, ешқандай өмірде мақсатыңыз болмаса, сіз Құдаймен байланыста емессіз. Намазды миллион рет барып, тұрмай жай намаздан оқи беріңіз. Болды. Құдаймен байланыста екеніңді қалай түсінуге болады? Құдаймен байланыста екеніңді қалай түсінесің? Немен айналысып жүргеніңе қара. Не істеп жүрсің? Сана сезімің қандай? Адамзаттың миссиясы қандай вообще? Адам қазір миссия туралы айту деген тренд болып кетті. Ашықпасаң болды сен. Жетіліктердің миссиясы мынандай, алтылықтардың миссиясы мынандай деп атады ғой әйтеуір. Цифрлық психология, сондай дейді ғой, мысалы, иә. Қалай сіздің? Нормально. Еш нәрсеге қарсы емеспін. Бәрі ілім ғой, былай қарап отырсаң. Егер ол любой шығарып жатқан ілімдерің бір нәрсеге үйретіп жатса адамдарды, ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ барлық адамзаттың бір ғана миссиясы бар. Сен 7 боласың ба, 10 боласың ба, 15 боласың ба, ода шаруам жоқ. Адамзаттың бір ғана миссиясы ол жан-жағыңа мейірімділік пен махаббат төгу болды. Беру. Егер адам жан-жағына махаббат пен мейірімділікті төгіп тұратын болса, ол адамда 100% барлығы керемет болады. Дертімнен сауықпаймын ау деп мүшкіл халде келіп, сізден кейін сауығып кеткен адамдар болды ма? Әрине, Құдайдың құдіреті шексіз ғой. Менден жаңағы ДЦП балалар дейді. Врачтар отказ беріп, болды, бітті деген балалар келген. Қазір Құдайға мыңда бір шүкір жүріп жүр. Қалай емдейсіз? Энергия арқылы. Адамның клеткасымен, ДНК-сымен жұмыс жасаймын. Түсіндіріп бере аласыз ба? Оны барлығымызға да бірдей түсінікті тілмен. Мен видеолардан байқап қалғаным, қолыңызбен бір қолмен энергия шаралар жасап жатыр. Қолмен және де высший разумды ояту арқылы емдеймін. Высший разумды оятып, мынау үшінші көзбен қараған кезде сен адамның ішкі барлық органдарын, адамның ішкі дүниесін көріп тұрасың. Сыртын емес. Сыртын это само собой көресің ғой енді. Былай көзбен ақ. Сонда адамның ішкі қалай ағзасын көресіз ба? Қалай сонда? Полесін көремін, ішкі проблемасын, ақауларын көріп тұрамын. Сонымен жұмыс жасаймын.
ДНК-сын қалай өзгертуге болады адамның? Программасын өзгертесің. Миын бірінші мышлениесін өзгертесің, бірінші сөйлесіп алам блоктарымен не үшін ондай проблема болып жатқанын, себебі адамның барлық проблемасы мида. Сонымен бірінші жұмыс жасаймын, содан кейін барып уже клеткасын обновлениеге, программасын өзгертуге кірісеміз. Ол енді Құдайдың құдіреті, ол Құдайдың адамдарға беріп қойған мүмкіншілігі ғой. Барлық нәрсе бағана айттым ғой, Құдай бізбен қалай сөйлеседі деп, ниет арқылы ғой. Егер де емделіп кететініңе, күшті болып кететініңе өзің ниет қойып келетін болсаң, Құдай жауабын береді ғой. Сіз жалпы жанат бақытта қарайтын ба едіңіз? Әңгімелеріңіз былай қарасам ұқсас сияқты да? Енді маған ол кісіні шын айтайын, өмірімде бір рет қарадым ол кісіні, білесіз ба, қай кезде? Когда маған жұрттың бәрі жіберді. Пайғамбар жоқ, Құран жоқ, Алла жоқ деген сөзді айтқан кезде қарадым. Сол кезде мен ол кісіге қарсы сториста түсіргенмін. Құран хақ, пайғамбар хақ. Мен пайғамбарды көрдім ғой түсімде, мен қалай оны жоқ деп айтамын? Мен көрдім ғой оны. Мен егер көрмесем екен, деп соның өтірігіне сеніп отыратын едім. Мен көрдім ғой. Құдаймен тілдесуге болады, санаңды, высший разумыңды оятсаң, пожалуйста, любойыңыз сөйлесе аласыздар. Тек қана жанат бақыт қана, или тек қана мен, или тағы басқа біреу емес. Неге айтады? Я сотворил людей в подобии себя, дейді Құдай айтады. Мен өзіме ұқсатып жаратқам адамдарды, дейді Құдай айтады. Ойлансаңызшы енді, өзіне ұқсатып жаратып тұр ғой. Құдайдың мүмкіншілігін ойлаңыз сіз. Құдайдың құдіретін ойлаңыз. Ауызбен Алла ұлық деп айтып жатыр ғой барлығы. Соны сен іспен көрші, соны сезінші, соның Алланың ұлық екенін, тек ауызбен емес. Болды. Енді ол кісіге шынымды айтайын, мен білмеймін ол кісі немен айналысатын, бірақ бірінші жаңа қарадым сол сөзді айтқан кезде. Сол үшін ол 680 жылы түскен Құран кітапты осы уақытқа дейін, осы дәуірге дейін келген нәрсені сен кеше туылып алып жоқ деп айта алмайсың ғой. Ты не имеешь права на это. Пайғамбар жоқ деп ты не имеешь права говорить. Как ты можешь это говорить? Сен қаншама пайғамбарды құрмет тұтып, соған ұқсағысы келіп жүрген қаншама адам бар бұл әлемде. 2 миллиард мұсылман бар. Сен кімсің 2 миллиард мұсылманға барып, пайғамбар жоқ деп айтады? Мүмкін сен өзің ойлайтын шығарсың пайғамбар жоқ деп, бірақ оны бүкіл әлемге айтудың қажеті жоқ. Расымен мен білмеймін ол кісінің немен айналысатынын. Және де бүгін ғана маған жаңа прямой эфирде айтты да, бір басқа әлемдерді айтып жүр деді да, ол кісіні да. Мен тағы да қайталап айтамын. Саған зачем басқа әлем? Сен осы өміріңді, Құдайдың берген осы санаулы уақытыңды, санаулы өміріңді мына бір-ақ рет берілетін. Сен соны дұрыстап өмір сүріп аш. Осы әлемді, осы өміріңді қатырып ал, сосын барып қарарсың басқа әлемге. Шын айтам, менің позициям сол. Мен сол үшін ешкімнің миын ашытқым келмейді. Мира ханым, сіз Құдайға өзіңіз туралы ғана сұрақ қоясыз ба, әлде осы болды ма елдегі, болмаса әлемдегі болып жатқан ситуациялар туралы сұрағаныңыз? Мынау не үшін, неге деген сұрақтар қойған кезіңіз? Енді көбінесе өзім туралы қоям. Адамзат туралы да қоям. Бірақ енді оны өйстіп айтты, бүйтіп айтты деп, оны мен сіздерге айта алмаймын. Осындай көрдім, мынандай көрдім деп айта алмаймын. Себебі таңертең ұйқымнан оянатыныма гарантия бере алмайтын адам не деп сен бір нәрсеге гарантия бересің, Ешбір адам Құдай үшін шешім шығара алмайды, Құдай үшін бір нәрсе, Құдайдың атынан бір нәрсе деп сөйлей алмайды. Сол үшін де пәлен пәштөн деп отырып алып, көп нәрсенің байыбына бармай сөйлей салу, айта салуға болмайды. Себебі оны қазір басын бастасаң, оның шегіне жете алмайсың, сосын оны адамдар түсінбеуі мүмкін. Осы қазір мен энергия арқылы емдеймін дегеннің өзін жұрт түсінбейді мені. Адамдардың барлығының рухы оянып, мына жер бетінде мейірімділік пен махаббат орнаса, адамдар бір-бірін жақсы көрсе, адамдар бір-бірін сыйласа, құрметтесе, мына өмір совсем басқаша болады.
Бізде қазір соңғы кезде қарасаңыз, елдің бәрі деген ана біреудің өміріне қызығып, біреумен өзін салыстырып, өмір өтіп жатыр ғой. Бәрі бүйтіп күшті өмірді салып қояды. Дүниеде бақытты адам жоқ, мен сізге айтайын. Ең бақытты адам кім білесіз ба? Кім? Бүгін мен бақытты, осы қазір здесь и сейчас өмір сүріп жүрген адам, бүгін бағалап жүрген адам ең бақытты адам. Сіз бақыттысыз ба? Иә, шүкір. Менің ақымақтығым болыпты, мен ойлайтынмын, ойбай, мен күйеуім болса мен бақытты боламын, мен үйім болса мен бақытты боламын, мен машинам болса бақытты боламын, мен көп ақша тапсам бақытты боламын деп ойлайтынмын баяғыда. Шын айтамын. Мен сияқты ойлап жүргендер көп қой қазір, бір нәрсеге қолым жеткізсе бақытты болып кетемін, ойбай деп, Атаңның басы ол әшейін эмоция. Үй аласың, көп болса бір апта, мен өзім үй алған кезімде максимум бір апта қуанып жүрдім, үй алдым деп жұрттың бәріне сенші сұрап та. Болды, сосын как положено сияқты кетті да. Ең бірінші шетелге шыққан кезде бақытты болдым. Деп, бәріне қызық, қандай күшті деп. 7 күннен кейін елге келдім да, қайдадан сол бая өміріңе кірісіп кеттің. Кәне бақытты болып кетсем. Кәне үй алсам бақытты болсам, кәне машина алсам бақытты болсам. Ол просто временный, уақытша эмоция беретін нәрселер. Ол нағыз бақыт деген, ол когда сен тұрған кезде қуанып тұрасың, су ішкенде рахаттанып, сол моментінде ішесің да, наслаждаться етіп. Балаларың қасыңда, Құдайға шүкір, балаларың санасына, тәрбиесіне көңіл бөлесің. Күйеуің қасыңда болса, ата-енең, әке-шешең қасыңда болса, міне нағыз бақыт, потому что бұл дүниеде ең құнды ол адам. Адамнан артық, адамнан құнды, адамнан бағалы ешкім еш нәрсе жоқ. Себебі адам өлетін кезінде ана сатып алған машинасының ішінде барып өлгісі келмейді, или болмаса үйіне қарап бүйтіп өлгісі келмейді адам, или болмаса жаңағы шетелге қыдырған суреттеріне қарап бүйтіп өлгісі келмейді адам. Адам қалай өлгісі келеді? Адам жақсы көретін адамдарын, жақын адамдарын көріп, солардың жанында өлгісі келеді. Балаларын, әке-шешесінің, күйеуінің, бауырларының, туысқандарының. Міне адам адамға ғана мұқтаж. Сол үшін адамды бағалау керек. Қазір дүниені адамнан артық қойып, дүние үшін, ақша үшін адамдарды сатып, адамдарды алдап, сондай заман болып жатыр ғой қазір, Неге адамдардың санасы оянып жатыр? Неге біз сияқты адам көбейіп жатыр? Ойлаңызшы, міне солай адамдардың санасын ояту үшін, адамдарға жол көрсету үшін, адамзат, ең құнды бұл дүниеде адам деп адамдарды рухани ояту үшін бізді оятып жатыр Құдай. Құдайдың өзінің жоспары бар ғой. Аллахтың бүкіл жаратылысын жақсы көрген кезде сен Аллаға деген, Құдайға деген махаббатыңды білдіресің. Ол адамдар, ол жан-жануарлар, табиғат, любой өсімдік, жәндік, шыбынның өзін жақсы көр. Масаның өзін жақсы көр. Баяғыда, енді мен баяғыда бала кезімде үйде шыбын толып кетсе, мамам деген айқайлап, ұрсып, сол шыбынды үйден шығарып, сол шыбын жек көріп кеткенмін ғой мен. Енді сол шыбын үшін таяқ жей бересің да, мысалы, Қазір шыбын қолыма қонса жақсы көремін ғой. Бүйтіп қара, мен жақсы көріп қонып жатсың ғой, деймін да. Көрдіңіз бе, адамның ішкі дүниесі өзгерген кезде қалай сен жан-жағыңа басқаша қарайсың. Сіз әкеңіздің өлімі туралы қалай естідіңіз? Жақын адамыңыздың өлімін естіген кезде қабылдау сол уақытта қалай болды? Ал қазір болса, осы күйіңізбен қалай қабылдар едіңіз? Ой, жаным. Әкем уже көз алдымда білдім ғой, кетейін деп жатқан. Давлениедан кетті ғой, бірінші құлады давлениедан, содан кейін төсек тартып жатты 2 жылдай. Содан қиналып жатқан кезінде уже білдім, уже кететін, білмеймін почему-то. Адамнан интуиция дейді ғой. Қоштастым, рахметімді айттым әкеме. Ол кезде сіз жас болдыңыз ғой, әкесіз өсу бір жерлерде ауыр тиген кезі болды ма? Әкенің жоқтығын деген өмір бақи сезініп өтесің ғой. Қалай ол бір определенный бір моментте сезініп, бір моментте сезінбейсің деген нәрсе жоқ қой, ол деген, ол әкең ғой сенің. Қандай болса да әкең ғой. Сен соның қанысың ғой, сен соның тегісің ғой. Әрине, күйеуге шыққан кезімде
ауыр болады. Әрбір бауырым үйленіп жатқан кезде, күйеуге шығып жатқан кезде ауыр болды. Әрбір қуанышымда балаларым туылған кезде ауыр болды. Шешеме үй салған кезімде, үлкен шаңырақ салып берген кезімде ауыр болды. Әкем де осы үйде отырғанда ғой деп. Оның өміріңнің соңына дейін ол әкенің орны бөлек, шешенің орны бөлек қой. Иә, менде де бір уақыт болған. Әкеге обида, шешеге обида, ойбай проработка жаса, бүйткен сөйткен деп қуып кете жазда барған кездерім болған ондайларға. Иә? Ізденесің ғой енді. Не болып жатыр деп. Кейін түсінем де. Менің әкем де, менің шешем де осы өмірде бірінші рет өмір сүрді ғой деймін де. Біліп туған жоқ қой оларда. Ол маған қиянат жасайды, или болмаса мен қызымды осы бүйтейін, сөйтейін деп ойлаған жоқ қой. Ол даже ойында да болған жоқ қой. Мен осындай бір тірлігімнен мына қызымның миы, мышлениесі дұрыс болмай, мынау обида ұстап қалады екен. Ойбай, кейін бұл обидасын проработка жасайды екен деп ойламайды ешбір ата-ана. Мен де мысалы балаларыма өйтіп ойламаймын ғой. Ешбір ата-ана өйтіп ойламайды. Олар шамасы келгенше, миы жеткенше ол саған тәрбие берді, ол солай өмір сүрді болды. Мен мына нәрсемді мен 75-ке келген шешеме айтсам, кетші дейді маған. Это нормально. Өйткені ол кісінің сана сезімі өзінің деңгейінде да. Болды. Өзің ізден, өзің қара, өзің күшті адам бол, өзің керемет адам бол. Ойбай, өзің осы жан-жағыңа нұрыңды төгіп жүретін мейірімді адам бол. Өзіңе жауап берсей, зачем сен барасың да әкеңді кінәлайсың да, сол мені осындай қатыгез қылып тастады. Жүрегім қатайып деп. Әйтеуір біреуді виноватый қылу керек та, жертва болып өзің. Сен кереметсің да. Вот и все. Жаңа айтып отырсыз ғой, мен де әке шешеме обидам болды деп. Енді қазір мынадай ой келмейді ма? Бәлкім бұрын дәл осы кездегідей күйім болса, күйеуіммен қарым-қатынасымда дұрыс болар ма еді деген. Әрине. Әрине. Егер мен қазіргі осы білімім болатын болса, қазіргі осы ойым болатын болса, қазіргі мудрость сол кезде. Мен 23 жасымда ажырасып кеттім ғой өзім. Күйеуімнен да. 23 жасымда болғанда мен ажыраспайтын едім күйеуімнен. Жабысып өледі едім күйеуіме, шын айтайын. Ақымақтық қой. Бірақ енді ол нәрсенің ойбай, өкініп, ажырасып кеттім, бүйтіп кеттім, қазір мен күйеуім жоқ деп соған кіріп, соның оймен өзіңді жеудің қажеті жоқ. Әр нәрседен благо көру керек адам, жақсы нәрсесін алу керек. Егер де мен сол кезде 23 жасымда ажырасып кетпегенде, мен Қайратпен жұмыс жасамайтын едім. Мен мына жаққа Алматыға келмейтін едім. Мен санам оянбайтын еді. Түсіндіңіз бе? Әрбір нәрседен тек жақсы нәрсені көріп үйрену керек адам болды. Мира ханым, сол кездегі сіздің қателіктеріңіз қандай болды? Осы нәрсеге ренжімеуім керек еді. Осыған бола екі жаққа кетпеуіміз керек. Еш нәрсеге ренжімеуім керек еді негізінде. Ренжитін нәрсе жоқ бұл дүниеде, мен сізге айтайын. Барлық нәрсе тек сенің санаңның, рухыңның, сенің адам ретінде өсуің үшін беріліп жатқан сабақтар болды. Мен ажырастым ғой, міне мен ажырасқаныма 15 жыл болды, маған қарай берсін бәрі. Маған қарағанда күйеуі бар әйел 1000 рет бақытты. Мен санам ояна берсін, ойбай құдаймен прямой связьда бола берейін. Маған қарағанда күйеуі бар әйел, ата енесі бар, бала шағасы бүтін әйелдер 1000 есе бақытты менен. Мен солай айтам. Себебі мен жалғыз ұйықтаймын, а ол күйеуімен ұйықтайды. Жұмыстан шаршап келеді, мен мына осы өмірден түйгенімді, бір ситуацияларды менің айтатын адам жоқ. Мен 14-тегі балама барып қуып отпаймын ғой. 40-тағы әйелдің әңгімесін айтып. Дұрыс па? Күйеуім болса, осы кезде айтып отыратын едім. Ойбай, осындай болып жатыр, маған бүгін мынандай адам келді деп күшті ғой. Анау адам жоғалтқан кезде біледі, күйеуінен айырылған кезде біледі. Ойбай, күйеуіммен бірге жүрген кезін бақытты екен ғой деп. Адам ауырған кезде біледі, денім сау болып, ана суды спокойно ішіп жүрген кез ең бақытты кез екен ғой деп. Түсіндіңіз ба? Адам жақыны өліп қалған кезде біледі. Құдай, мына өмір әшейін уақытша екен ғой деп.
болды. Оған дейін басына тимейінше ешқандай адам түсінбейді да оны, білмейді да оны, жүреді сөйтіп. Бір сөзіңізде ашумен көп адамдарды ренжіттім деп айтқаныңыз бар екен да. Кімдерді ренжіттіңіз, кешірім сұрап үлгердіңіз ба сол адамдардан? Бұл дүниеде менің енді өзімнің өмірімде мені де ренжіткен адамдар болды, мен де енді ренжіткен адамдарым болды ғой енді. Бетке айтып тастаймын да көп нәрсені. Көңіліне қарау деген нәрсе болмайтын менде ше, баяғыда. Мінез ғой енді, сосын бір жағынан жастық бар, жындылық бар анау. Иә, енді кешірім сұрадым, иә, бәрінен де менен де кешірім сұрады. Мен де кешірдім, сұрадым да барлығынан, ренжіткен адамдарымнан. Әлі де қалып кеткен, есімде қалмай қалған адамдар болатын болса, кешірсін. Сізге дәл қазір ұсыныс түссе, осы уақыттары дайынсыз ба екінші рет тұрмыс құруға? Дәл қазір дайын емеспін. Дәл қазір дайын емеспін. Шындықты айту керек. 40-қа келсем де дайын емеспін. Себебі әйел болғаннан кейін әйелдік өзіңнің ролің бар, міндетің бар. Күйеуіңе қарауың керек, ата-енеңе қарауың керек деген сияқты. Өзіңнің келіндік қызметіңді атқаруың керек, дұрыс па? Бізді қазақ қылып, бізді мықты қылып тұрғанда сол ғой. Тәрбиеміз ғой. Тектілік деген не? Сол тәрбие ғой, тектілік деген. Сол үшін дәл қазір мына жасап жатқан жұмысыммен, шаруаммен дайынмын деп айта алмаймын. Менің өзімнің қалауымдағы адамым өзім бір болады ғой, бір образ. Я бар. Сондай адам болса екен деймін, бірақ әлі өмірімде кездескен жоқ. Жақсы, Мира ханым, сіз айтқыңыз келген немесе айтылмай қалған сұрақтар болды ма? Барлық енді аузымыздан шығып жатқан сөзіміздің бәрі енді дұрыс сөздер шықты деп ойлаймын. Біреулерді ренжітіп, біреулердің бір қақысына тиіп, бір артық сөйлеп қойған жерім болса, кешірім сұраймын. Бір-бірімізді құрметтейік, бір-бірімізді бағалайық. Сол адамзат аман болсын, қазақ елім аман болсын, жерім аман болсын. Қазақтар жасай берейік. Жақсы, рахмет, Мира ханым, сұхбат бергеніңізге, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Рахмет.